Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үгітілмелі қамырдан осындай дәмді ұйғыр самсасының жасалу жолын ұсынатын боламын. Бұл рецепт бойынша сіз морозильникке қатырып та сақтай аласыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: сары май, қаймақ, жұмыртқа қажет болады, және де електен өткізілген ұн. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз және сары майымызды салып, үгітілмелі қамыр жасайтын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды, үгітілмелі. Енді жұмыртқамызды және қаймағымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Барлығын біріктіріп. Толық грамдарын төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Мен бұл жерде 2 еселеп жасап жатырмын. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді салфан пакетімізге салып, холодильникке 20 минутқа қоямыз. Оған дейін біз пиязымызды, осындай іш май пайдаландым, және асқабағымызды ұсақтап турайтын боламыз. Сондай-ақ менің арнамнан дәмді самсалардың кез келген түрін таба аласыздар. Ол үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай етіп ұсақтап тураймыз пиязымызды. Өте ұсақ болған сайын асқабағымызбен және біздің іш майымызбен жаңағы өте керемет үйлесім тауып, солін жақсы шығаратын болады. Іш майымызды да қолымыздан келгенше ұсақтап турауға тырысамыз. Менің асқабағым өте дәмді болып шықты. Осы орайда оны да ұсақтап тураймыз, өте жіңішке етіп. Себебі самсаны түю барысында бізге кедергі келтірмеу үшін барынша кішкентай бөліктерге кесіп алып турап алсаңыздар болады. Асқабақтан жасалатын самса кез келген жаңа салмамен дайындауға болады, және етпен дайындасаңыздар морозилькіде, яғни холодильнигіміздің төменгі бөлігінде 3 айға дейін сақтауға болады осы рецепт бойынша. Бірақ та мен асқабақты сақтамаймын, бірден пісіре беретін боламын. Мінекей, менің қамырым дайын болып тұр. Енді осыны 2-ге бөліп аламын. 2-ге бөлінгеннің бір бөлігін осындай ұсақ бөліктерге бөліп, кішкентай зуала жасап алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығатын боламын. Үгітілмелі тесті болғаннан кейін, үгітілмелі қамыр болғаннан кейін, қамырыңыз біркелкі түп-түзу болып жайылмайды, дөп-дөңгелек болып. Осыған да назар аударыңыздар. Бетін жауып, салмасын жақсылап ауасын шығарамыз, және шеткі бөліктерінің барлығын бірінші ыңғайлап жауып аламыз. Содан кейін барып, шетінен бастап, өрім сияқты етіп, өріп шығатын боламыз. Осындай әп-әдемі самсамыз дайын болады. Шеткі бөліктерінің бірінші қатты басып алып, содан кейін ішке қарата басып шығасыздар. Жасалу өте оңай негізі. 1-2 жасағаннан қолыңыз үйреніп кетеді. Формамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды орналастырып шығамыз, және бетіне кунжут жағатын боламын. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.
Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.